Өздеріңізбен қайта қауышып отырғаныма қуаныштымын. Бүгін мен анам туралы айтсам. Өйткені соңғы кездер анам түсіме енбей қойды. Соңғы рет көктемде көрдім. Иә, сағыныппын. Өте қатты сағыныппын. Маған ренжулі ме, әлде мен ренжіген көңілім жұбатпақ па, білмеймін. Тура өнім секілді. Қапсырақ құшақтадым. Қаттырақ құшақтадым. Үстіне мен ешқашан көрмеген қара көйлек киіпті. Майда гүлдері бар. Мамамның қара түсті көйлек кигенін есіме түсіре алмайым. Есімде жоқ. Қуанып құшақтап орнынан тұрғыздым. Жүрсеңізші, сізді қыдыртайын деймін. Қуанып тұрмын. Қызылмаздан есігін ашып отырғызып жатырмын. Тура арманым орындалғандай. Шомылуға барайықшы деймін. Қайда? Бәрібір, шомылсақ болды ғой. Мама, қасыңызға отырайыншы. Айдамайсың ба? Жоқ, қасыңызға отырам. Мамамды құшақтадым. Көзімді ашсам, түсім екен. Қасымда ешкім жоқ. Тіпті үйде ешкім жоқ екен. Әбден жыладым. Өзімді тоқтата алмай жыладым. Анам бар кезде қандай едім. Қазір қандаймын. Өзімде анамын, білемін, бірақ сезімімді түсіне алар емеспін. Анам маған разы болды ма екен? Мен анамды қыдырталдым ба? Көңілімнен шығалдым ба? Осы ойлар маза бермеді. Үн-түнсіз отырдым да осы өлеңді жаздым. Разымысың, ана, менен разымысың? Ақтарамын мен кейде жүрек сырын, өткен күнге ой салып толғанамын, тігіп қайта сөккендей көрпетсін. Жамалар, жамап, жасқап емдеймін ғой, өзіңнің жоқтығыңа сенбеймін ғой. Разы болып кетті ме анам маған, көңілімнен кетпейді осы бір ой. Тірі кезде тірлігіңе жарамадым, кейбір кезде көңіліңе қарамадым, тіпті кейде бұлыңғыр өміріме өзімді емес, өзіңді кінәладым. Кешір мендей ақмақ бір қызыңды, өзгелерге өкпелеп он бұзылды, кейде сенің қасыңа барғым келер, ақылымда шатасып, ой тосылды. Анашым, қайта менің қасымда отырсаң ғой, ұлан ғасыр жасар ем өзгеше той, отырар ең биіктен қарап маған, разы болған бейнеңіз ерекше ғой. Ана, менен разымысың? Осы ойлар көкейімнен кетпеді. Анамды қайта-қайта ойлап, қайта-қайта есіме алдым. Бірге жүрген кездеріміз, бірге әңгіме айтқан, бірге қыдырған, бәрі аз секілді, көп нәрсе істемеген секілдім. Қазір анасы бар өзімнің құрбыларыма қызыға қарайым. Шынымды айтсам, қызғанып қарайым. Осылардың орнында болсам ғой деймін. Менің анам қасымда болғанда ғой деймін. Аналарымыз аман болсын. Расында да анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды екен. Құрметті тыңдарман, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Өткен әңгімеден кейін сіздерге жаңа әңгімемен кездесеміз дегенмін. Бірақ бүгін анам туралы жазғым келді. Келесі жаңа әңгімеде желіде жолыққанша күн жақсы болсын. Сіздермен бірге болған Айсұлу Жұпарбекқызы.